бар ма жоқ па? Бұл сауал кімге болсын қызық болып келмек. Сол себепті біз осы сұрақты зерттегенді жөн көрдік. Саламатсыз. Мен сізден бір сұрақ алғым келеді. Әрине, сұраңыз. Қазіргі заманда өзге ғаламшарлықтар бар ма, жоқ па? Жауап бере аласыз ба? Әрине бар. Не себепті дәлелдеп бере аласыз? Себебі біздің ағамыз Тоқтар Абаковтың өзі айтқан, өзі НЛО көрген және теорияға байланысты ғаламда қандай не бар екенін әлі ешкім білмейді нақты. Сәлеметсіз бе? Сіздің ойыңызша өзге ғаламшарлықтар бар ма, жоқ па? Менің ойымша олар жоқ. Себебі мен ондайға сенбеймін. Саламатсыз. Саламатсыз. Мен сізден сұхбат алайын деп едім. Сіздің ойыңызша осы қазіргі кезде өзге ғаламшарлықтар бар ма, жоқ па? Менің ойымша өзге ғаламшарлықтар жоқ деп ойлаймын. Себебін түсіндіріп бере аласыз ба? Өйткені оның ешқандай дәлелі жоқ, оны көрген адам жоқ, оны жаңағы ешқандай нелер ғылыми түрден зерттелінбеген ғой, былай енді нақтылап айтпаған, көрмеген ешкім. Енді ол тек қана біздің предположение дейміз ғой, гипотезаларымыз. Ол енді мен оны сенемін. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Сіздің ойыңызша бұл қазіргі заманда өзге ғаламшарлықтар бар ма, жоқ па? Жоқ. Не себептен олай ойлайсыз? Егер ол дәл қазір болса, бізбен олар сөйлесе алатын еді. Ал дәл қазір олар жоқ болғаннан, оларды бар болғанына да дәлелдер жоқ. Сәлеметсіз бе? Сіздің ойыңызша бұл әлемде өзге ғаламшарлықтар бар ма, жоқ па? Жоқ. Себебі? Ол мүмкін емес. Сәлем, сенің ойыңша өзге ғаламшарлықтар бар ма, жоқ па? Жоқ деп ойлаймын. Себебі оның нақты ақпараттары жоқ. Себебі көз көзімен көрмеген сөз жоқ деп ойлаймын. Рахмет. Сәлем, сенің ойыңша бұл әлемде қазіргі уақытта өзге ғаламшарлықтар бар ма, жоқ па? Менің ойымша өзге ғаламшарлықтар жоқ. Себебі ғарышқа ұшқан адамдардың барлығы өзінің еркімен зымырандардан түсіп зерттеп көрмеген. Не себепті бұлай ойлайсың сен? Жоқ деп. Себебі ғарышқа ұшқандар зымыранмен барып, сол зымыранмен қайтып оралады. Рахмет. Сәлем, сенің ойыңша бұл қазіргі заманда өзге ғаламшарлықтар бар ма, жоқ па? Бар. Не себепті бұлай ойлайсың? Себебі көптеген адамдар қазіргі кезде НЛО бар екенін дәлелдеп жүрген факттар арқылы дәлелдеп. Рахмет. Сіздің ойыңша өзге ғаламшарлықтар бар ма, или жоқ па? Менің ойымша өзге ғаламшарлықтар бар. Себебі дәл қазіргі уақытта 21 ғасыр оның үстіне әртүрлі құбылыстарды, әртүрлі жерде болып жатқан табиғи құбылыстарды, болмаса тағы да бір басқа жаңадан бір шығып жатқан технологияларды көріп жүргеннен кейін жаңаша, ерекше мен ойлаймын, ғаламшарлықтар бар деп. Өйткені қазір адамзат барлық жағдай дамыған. Мысалы, Марсқа ұшып жатыр, адамдар. Ояқта тіршілік әлемі болмаса, адамдар ұшамақ. Негізі осындай қауесет болды. Марсқа барып, адамдар тұрмады дегенде қауесет болды. Сондықтан аспан әлемінде белгілі бір тіршілік әлемі бар деп ойлаймын. Және соған байланысты